Ержан ағамыз қандай адам еді? Ал енді Ержан ағамыз туралы айтатын болсақ, Ержан ағамыздың енді жасымыздың арасы 4-5 жас енді. Ол менен үлкен ағамыз. Бірақ сол 90-шы жылдары Арыс қаласында екеуміздің танысуымыз сол жерде болды. Сол сәтте Ержан ағамыз студияны бітіріп келген кездері сол ауылға келіп дом-культурада істеп жүрген кездері. Мен дәл сол кезде біз Наурыз атты вокалды аспаптық ансамбль ашқам сол кезде, сол Арыс қаласынан. Жақсы сауатты музыканттармен ойнағанбыз, көп жыл сол жақта атымыз шыққан. Сонда көптеген ансамбльдер болған, Ержанның да ансамблі болған. Сол кезде менің ойымша, менің ансамблімнің деңгейі олардан жоғары болды деймін. Әрбір ана ярмарка деген болады, әрбір жексенбі күндері. Сол кезде бәрі музыкаларын тастайды, біздің қасымызға шауып келеді, біздің музыкамыз жақсы шығып отырғаннан кейін. Содан Ержан мынаны ойнайық десе бізге қосылып кетеді. Сөйтіп Ерекең мен танысу содан басталды. Сосын әрмен қарай сол кезде бір 90-шы жылдары әлі бір шетелден аспаптардың кіре қоймаған кездері ғой. Сол кезде Ямаха деген нәрсе сол менде болған алғашқы. Онда бір әкем әперген баяғыда бір бүкіл малын сатып. Сол Ерекең соған қызығып сонымен ән шығарудың алғашқы несі ән шырқауымыздың достығымыздың басы содан басталған. Сіздерде Ямаха табыстырды ғой былайша айтқанда. Иә, былай қарағанда музыка табыстырды, иә. Содан әрмен қарай сол сияқты бір Ямаха емес, сол кезде Корг деген фирма болды, жапондық фирма. Соны алған кезде оның тілін түсінбейді, сосын маған алып келеді жаңағы, мынаны үйретші деп. Сосын ол ұнамады, содан кейін дәл менікіндей School 16 деген маркалы. Сол өсікке дейін бір емес, екеуі бар. Әлі мына бейбарыс баламыздың үйде сақталып тұр қазір. Сол біреуін сатсайшы, өзіме қайтадан сатшы десем, жоқ, мен оны сатпайын дейді. Біреу Алматыда тұрсын, біреу Шымкентте тұрсын дейді. Неге десем, дәл осы маркалы немен, осының ішіндегі стильдермен мен ән шығарам деп қана. Басқа ештеңе қызықтырмайды менде. Сондай бір соған бауыр басып қалған несі береді. Көп өлеңнің шығуы соның ішіндегі стильдерге де байланысты болды. Және көптеген танымал әндердің дүниеге келуіне де сіздің студияңыз тікелей себепкер болған сияқты. Иә. Ең бірінші жазған әніміз бұл жаңағы айтып отырмыз ғой, ауылым аңсадым әні. Оның кішкене сөзі бөлек те болды, сосын аранжировкасы бөлек те болды. Неткен өмір деген өлеңде алғашқы нұсқасын, қала деген өлеңдер қазір оның басқа да нұсқалары бар, кейін шыққан. Бірақ бәрібір басқа әншілерді, мысалы Жұбаныштар да оны жақсы деңгейіне жеткізіп айтып жатты, бірақ дегенмен Ерекеңнің өзінің орында оның орны ол бөлек бәрібір мен үшін. Өйткені ол өзінің ішінен туындағаннан кейін оның орындағаны бөлек болды. Ал енді Ерекеңнің былай басқа қасиеттеріне келе қалсақ, ол Ерекең өте таза жан болған. Өте көңілді, сәби мінезді бір нәрсені айтсаң, шынымен сеніп қалады. Бір нәрсені әзілдеп айта салсақ, соны шын көріп қалады шынымен. Бала көңілі ғой. Иә, бала көңілі. Бір нәрсені өтірік айтсаң, сондай ма деп соны сеніп те қалады. Бірақ ондайға апарған жоқпыз. Жаңа өлең жазып отырған кезде неге музыкаға да бұл адал. Музыкаға да адал. Әрбір сөзіне қарайды, әрбір әннің мынау қиылысуына қарайды, көптеген мелодиясына қарайды. Сол өте жақсы музыкаға деген өзі адалдығы болды. Сосын былай жүрген кезде өте көңілді, жүрген жерде анекдот айтады. Бір нәрсені жаңа ән бастар алдында бізді мені настроить ету үшін жаңа бір анекдот қайдан тауып алатынын білмеймін, бір керемет анекдоттар айтады, болған оқиғаларды айтады. Сол әйтеуір анекдоттың құдайы. Ал сол бір сәттер, қызықты оқиғалар есіңізде қалмады ма? Бір оқиға болған. Бір оқиға, бұл Ерекең басынан өткен оқиға. Жаңа менен басқа да Арманбек Сұлтан деген бауырларымыз кейін аранжировщик болып жиналған. Дмитрий Андронов деген жігіттер болды. Негізі көп өлеңдерін сол Дмитрий Андроновпен жазған. Дима Андронов деген, иә. Сол екеуі қатты дос еді. Сол бір күні сол Дмитрий Андроновтың анасы қайтыс болған ғой. Сөйтсе сол Дмитрий Андроновқа жазылатын балдардың бәрі соның анау Жапоменкісіне барған, жаңа несіне, ескі күні. Қадесіне? 4-сі күні ма, 7-сі ма, оларда 3-і ма сондай екен ғой. Сөйтсе, өңшен қазақтар дейді, бірде бір орыс жоқ. Дима Андроновтың үйінде. Сөйтсе, бәрі отырған, енді орысша нелерді көп білмейді, не деп айтатын. Қазақ тілінде әйтеуір айтады ғой бірдеңе деп. Көңіл айтады. Сөйтсе, Ереке, сіз жасыңыз үлкен ғой деп, қалған әнші балдар, музыкант балдар, сіз бірдеңе бастасаңызшы дейді. Дима Андроновқа бірдеңе айту керек қой деп. Сөйтсе, жаңағы айтады дейді.
дима өзі орысшаны бүйтіп кейде шала сөйлейтін де бар өзі кейде былай жақсы сөйлейді ғой бірақ шала сөйлеп қоятын да бар сөйтсе дима сколько маме лет деп айтады сөйтсе да вот недавно 86 дейсіз полностью сөйтсе бізде қазақта айтады ғой 80-нен асса ойбай той екен ғой деп айтады ғой соны жаңағы ерекең айтайын деген ғой жаңағы ничего дима это свадьба деп айтады соны бүкіл музыканттар айтып қырылып күлеміз де өсіп